Мына Исраил Сапарбай атты ақын ағамыз картопты жарған екен. Қараңыздаршы. Оның өзі айтты ғой, секс деген. Секші патология дейді. Ол секші патология деген жаңа сол секс деген ілімнің адамның бойындағы. Түсініп тұрсың? Мен түсінбей тұрмын аға. Ондан кейін айтам. Біз айтқан кезде мына кәрі бүркіт тышқаншылық керек деген кезде мына үлкен жаңағы төрінен көр жақын дейді ғой, бір үлкен ақсақал ағамыздың мына бір әңгесін мүлдем түсіне алмай отыр мен шыны керекше. Дәл қазіргі уақытта мына біздің қоғамда бар ғой, осы жаңағы төр тәртіптен тұратын осы бір жаман сөзді кәдімгідей беті шімірікпестен осылай отырып қалың жұртқа айта беретін адамдар көбейіп барады. Міне мына қыздың әңгімесі мысалы. Секс деген мынандай емес та. Мынау деген сұмдық қой. Сұмдық қой мынау. Қайда баратырмыз? Егер үлкен ағаларымыз жаңағы үлгі тұтатын ойбай деген мықты ағаларымыздың бәрі осындай дүниелер айтып отырса, онда біздің болашағымыз не болады? Қысқасы айтқан кезде мына Исраил Сапарбай ағамыздың осы бір видеосын толыққан өздеріңіз көріп шығыңыздаршы, мына ютубта тұр. Қазір ютубқа мына эротиканы кез келген адам жаза алмайды. Исраил Сапарбай деп шықсаң, осы бір видеоның толық нұсқасын көресің. Мынау деген абсурд қой, мен мынаны шыны керек. Мен түсінбей отырмын. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Мына кісінікі осы жерде дұрыс па? Және дәл осы сөзді бұлай ашық, осылай открыто дейді ғой. Айту халықпен, жаңа халыққа, жастарға, мына көріп отырған қаншама көрермендерге осыны ашықтан, ұяттан шімірікпестен дейді ғой, айтпақшы. Қазақта бізде бар ғой, бұрын сөздер бар еді ғой, ұят болады, ол болады, анау-мынау жаман болады деген сияқты. Сондай бір өзіміздің принциптерімізден аттап, осындай бір видеолардың қазір көбейіп кеткеніне не себеп? Әлде біздің халыққа сұраныс осы керек па? Сұраныс осылай болып тұр ма? Қалай ойлайсыз?